бұл батырманың функциясын түсіну үшін бізде сіздерге бір қарапайым түсінік бере кетейін. Төртбұрыш сызамыз. Төртбұрыш сыздық. Сызды деп баса салдық міне. Ақ жерді баса салсаңыздар болады. Міне төртбұрыш сыздыңыз. Ақ жерді баса салсаңыздар болады. Ескертіп басасыз, сосын қараңыз, сыздық, сызба сызылды. Енді мынаны басамыз. Бұның жылдам батырмасы ағылшынша тұру керек. Сізде Т деген болады. Т-ны басасыз. Мына жерге сіз бірінші пайда болғаны ұзындығымен n жазасыз. X бағыты былай болады. X бағыты. Y бағыты былай болады. Міне қараңыздар, мен сіздерге. X бағыты былай, оң мен сол жағыңыз X бағыты, алды мен артыңыз Y бағыты болады. Соны анықтап түсініп алуыңыз керек. Ені дейді ширинасы. Бұл жерге мен жазайын 500 деп жазайын, нақты сан болсын. Бұл жерге мен 600 деп жазайын. 250 деп жазайын, жартысы болсын. Міне. Сызба сызылды. Иә. Мына жердегі мынау дегеніміз не? Бұл біздің масштабтың өлшем бірлігі. Масштабтікі. Мысалы, құлып қойсаңыз, құлыптап қойсаңыз, мынаны қозғалтқан кезде бір өлшем өзгерткенде екінші өлшем қоса қозғалып отырады. Міне. Соған сәйкес ұлғайып отырады. Яғни бұл масштаб. Міне қараңыздар. Біреуіне бірі екіншісіне тәуелді болады. Міне, тура осылай масштабпен қозғалып отырады. Егер де сізде тура осындай болып қалса, сізде құлыппен. Егер де сізге мысалы мынау 1000 мынау 600 болатын болса, 600-да тұрсын десеңіз, құлыпты алып тастауыңыз керек. Егер де мынада 2500, мынада 500 болсын десеңіз, міне, соған сәйкес өзгеріп тұр масштабпен. Сондықтан мынаны алып тастауымыз керек. Сізге түсіндік қой. Қазір қайтадан көрсетемін. 2500-де 1000, 2500-де 1000. Сізге керек применить. Бастық. Енді қараңыз. Енді мысалы маған керек ені ұзындығы, иә, былай ұзындығы x бағыты бойынша ұзындығы маған 500, 800, ені 200 болсын десек, міне, мынау өзгеріп кетті. Сондықтан бізде мынаны қойып тастауымыз керек. 200, мынаған 800 деп жазамыз. Міне. Enter басасаңыз болады, міне. Сонымен бізде сызба сызылды. Екінші адам бұл не деген зат? Не нәрсе? Дейтін сұрақ туындаса, ол дегеніміз, мысалы бізде мен сізге қайтадан көрсетейін. Мынаны таңдап алдым, Ctrl-C-ны бастым, жаңадан парақ ашайын. Жаңадан парақ аштым. Қазір ашылды, міне. Ctrl-V деп қойдым. Ctrl-V деп қойдым. Енді мынаның ішіне қайтадан кірейік. Бұл дегеніміз не? Мысалы, сіздің центріңіз, естіңіздің центрі қай жерде тұр? Мысалы, менде мына жерде тұр. Мөлшері. Мына жерге мен 0 деп жазайын. Міне көрдіңіз бе? 0. Бұл сізге листі орналастыруға керек болады. 100 деп жазайын. 100 болады. Міне қараңыз. Мына жерде мынау 0 нүктесі осы жерде көрсетілген. Менде мысалы x дейін. X дейін да. Міне. X, мынау x, мынау y болады. Мынауымыз y болады. Окей дейін. Міне. Мынауымыз бізде y болады. X және y. Мынау сіздің жұмыс жасау листіңіз. Лист. Болмаса станоктың беті делік. Станоктың беті. Сонымен бізде 0 нүктесі мына жерде көрсетілген. X-тің 0 нүктесі де, Y-тің 0 нүктесі де осы жерде. Егер де осы 0 нүктесінен 20 мм алыста болсын десеңіз, яғни мына жерде тұрсын десеңіз, мына жердегі сізде Т-ны басып, мына бұрышын, міне, мына бұрыш төменгі, не болмаса, мына жағынан қойсаңыз болады. Мына бұрыштан қойдық. Y бағыты 20 мм қашықтықта болсын десеңіз, міне қараңыз, келді. Ал былай қарай 10 мм аралық, мына сызықпен, мына сызықтың аралық, мына сызықпен, мына деталдың арасы 10 мм болсын десеңіз, онда x-ке 10 деп жазасыз. Көрдіңіз ғой? Сізде міндетті түрде мына бұрыш сәйкес келу керек. Егер де сіз мына көк нүктеңіз мына жақта тұрса, яғни мына бұрышында тұрса, оны сіз былай өзгерте аласыз. Мына бұрышты өзгерте аласыз. Сіз тура осылай ойласаңыз келмей қалады. Мына нүктесі, мына екі деталь арасы 20 мм болсын деп, мына жерге сіз 20 деп жазсаңыз, бұл айдалаға кетіп қалады. Яғни мына көк нүктенің тұрған орнымен мына сызықтың арасы 20 мм деп жаздыңыз деп есептейді. Егер де көк нүктеңіз, міне, мына 0 нүктесі ғой, деталдың 0 нүктесі. Мына сызықпен, мына сызықтың астымен, мына сызықпен, мына сызықтың арасы 20 мм, 30 мм болсын десеңіз, иә, міндетті түрде сол нүктемен, мына көк нүктеңіз сол жерде болу керек, міне. Сонда барып сізде 30 мм деп жазсаңыз, арасы дұрыс ат жақтайды. Егер де нүктені мына жерге қойып, сіз мына жерге 30 деп жазсаңыз, мына нүктемен мына сызықтың арасы 30 болып кетеді. Яғни деталыңыз төмен қарай түсіп кетеді. Міне. Сізге түсінікті ма? Ендеше қайтадан көрейік. Деталды былай жылжыттық. Мына жерге қойдық. Енді тағы бір деталды сізге мына жерге қою керек, иә? Қою керек. Сосын келесі деталыңызды мына жерге былай құрастыру керек болды, міне. Келесі деталыңызды, тағы детал саяқ, міне. Мына деталды мына жерге қою керек болды. Дейік. Енді мына әрбір деталдың арасы бір-бірінен 20 мм алшақтықта болсын десеңіз, сізде былай болады. Мысалы, мына жаққа қояйық бәрін.
жеке арасын ашып қояйын мен. Мына жерге қойдым. Мына жерге қойдым. Ой, мына жерге қойдым. Мына жаққа қоя салайын. Төртеуін жинаймын, иә. Әрбір деталдың арасы 20 мм болсын дедік. Сол үшін қай жерге көшіреміз? Яғни мысалы мына деталды осы деталдың маңайына жинағымыз келсе, міне мына деталдың маңайына жинағымыз келсе, мынаны главный етіп алатын болсақ, түсінікті түрмен, иә. Мынаны главный етіп алатын болсақ, яғни негізгі бет етіп алатын болсақ, міне алғымыз келсе, мына көк нүкте осының адресін аламыз. Міне ол не түрінде? Мынау түрінде x y. Көрдіңіз ғой? Енді осыны біз көшіріп аламыз. X бойынша былай бастаңыз болады ма? Бір рет көшіріп алдық. Применить бастық. Мына деталды басайық. Мына деталдың мына нүктесі, яғни мынау мына жерде тұру керек қой. Көрдіңіз бе? Сондықтан мен мына жерге қоямын. Жаңа көшіріп алған затымызды мына жерге вставить етеміз. Яғни орнатамыз. Сосын применить деп басамыз. Деталымыз қазір мына жерде қалып қояды. Применить деп бастық. Басылмады ғой. Басамыз, вставить дедік, применить басамыз. Неге кетпей жатыр? Міне, көшірілді. Дұрыс емес, иә. Мына жағында қалып қойды. Бізге мына жағы керек. Сондықтан біз мына жерге ауыстырамыз. Мына жерге бағанағы көшіріп алғанымызды қайтадан вставить етеміз. Сосын применить басамыз. Мынау не істемей тұр? Так, мына жерге қояйын. Бастым, применить басамыз. Міне істеді. Қараңыз. Енді y бағыты бойынша мынау жаңа x-тің көшіріп алдық қой. Енді y-тің мына нүктесін y-тің орнын тауып аламыз. Мына нүктесі y-тің орнын тауып алдық. Міне көк нүкте мына жерге келді. Мына жерде мынаны көшіріп аламыз. Көшіріп аламыз. Применить басамыз. Мынаны басамыз. Мына көк нүктені мына жерге алып кетеміз. Міне тұр, міне келді. Көрдіңіз ба? Енді y-ге бағанағыны қоямыз. Ctrl-V деп басамыз. Применить басамыз. Келді. Көрдіңіз ба деталымыз? Енді арасы 50 мм ашылсын дейтін болсақ, мына жерде тұр мынау. Мына жерге деталды жылжытуға сіз 50 мм деп жазасыз. Оңға болса оң сан, солға болса теріс сан жазасыз. Оңға жылжытқыңыз келсе, оң сан жазасыз. Солға жылжытқыңыз келсе, теріс сан жазасыз. Мысалы, мен оңға қарай 100 мм жылжытқым келіп тұр, 100 деп жазам. Қараңыз. Енді солға қарай 100 мм жылжытқым келіп тұр, минус деп жазамын. Міне, көрдіңіз ғой? Мен солға қарай 100 мм жылжытайын. Сіздерге анық көрінуі үшін. Міне, осылай тасымалдау арқылы алып келдім. Енді келесі кезекте мына деталды мына жерге алып келу керек маған. Яғни нақты сан бойынша міне осы жерге алып келу керек. Былай қарай, мына екі деталдың арасы 100, мына екеуі бірдей болу керек. Енді ол үшін мен не істеймін? Бағанағыдай мынаның адресін аламыз. Бұл адрес бізде алынған қазір. Мына нүктенікін қоямыз, мына жерге қойдық. Енді бағана көшіріп алған адресімізді y-тікін ставить етеміз, орнатамыз. Енді применить басамыз. Мынау не істемей қалды. Қайтадан көрейік. Бастық, применить басамыз. Келді, көрдіңіз ба? Орнына келді. Енді мына нүктенің x бағыты бойынша координатасын аламыз. Мына нүктенің, иә. Қойдық. X бағыты бойынша координатасын көшіріп аламыз. Применить бастық. Мынаның координатасына қоямыз енді. Ctrl-V деп бастым, применить бастым, міне келді. Енді жоғары қарай 100 мм жылжытуымыз керек, ашу керек. Мына детал мен мына деталдың арасы 100 мм-ге ашылу керек. Ол үшін біз не істейміз? 100 деп жазамыз. Y-ге 100 деп жазамыз. Міне. Мынау дұрыс істемеді. Қуып тұр ғой. Қараңыз. Мына жерге біз X-ге 100 деп жаздық. Міне. Енді Y-ге жоғары қарай көтерілу керек. Мен қате ауыстырған екенмін. Жоғары қарай көтерілу үшін бұл жерге 100 деп жазамыз. Міне. Ашылды, көрдіңіз бе арасы? Ендігі кезекте мына деталды тура солай тасымалдау керек бізге. Міне, мына деталымыз мына жерде орналасу керек. Мынаған 100 мм, мынадан 100 мм аралықта болу керек. Яғни біз мына деталымызды жасап қойғанбыз, иә. Осы деталды центр етіп алсақ болады. Я болмаса мынаны алсақ, я болмаса мынаны алсақ та болады. Айырмашылық жоқ. Мысалы мынаның адресін алайық бірінші. Мына нүктесін аламыз, иә. Мына нүктесінің адресін. Көк нүкте мына жақта тұр. Сондықтан көк нүктені мышканың сол жағымен басып, өзімізге қалаулы жерге алып келсек болады. Я болмаса осы жақтан ауыстырсаңыз болады. Басып. Қараңыздар ана төрт бұрыштарыңызға. Міне, нүктені осы жерге қойдық. Осы жердегі X нүктесінікін алайық. Көшіріп аламыз. Көшіріп алдық. Применить бастық. Енді мынаның деталдың мына нүктесіне қоямыз. Көк нүктені мына жерге алып келеміз. Міне, X-ге. Ананы Ctrl-V-ны басып қоямыз. Енді применить басамыз. Келді, міне. Көрдіңіз бе, тұсына келді. Енді мынаның Y нүктесі керек. Мына нүктенің Y нүктесі керек. Ол үшін көкті
былай қойсаңыз болады. Я болмаса мына жерден былай ауыстырсаңыз болады. Y-тен Ctrl S-ны басып көшіріп аламыз. Болмаса мына жерден көшіріп алдық, применить бастық. Енді бұл жерді басып астыңғы жағына Ctrl V деп бассақ болады. Ctrl V применить басылды. Применить басамыз. Вот. Келді, міне көрдіңіз бе? Енді жоғары қарай 100 мм немесе 50 мм көтергіміз келсе, қайсында басамыз? Мына жерге біз 100 деп жазамыз. Міне. Сонда бізде деталдар арасы 100 мм-ден орналастырылды. Тағы бір мысал. Мына жерде тағы бір төртбұрыш делік. Міне. Тағы бір төртбұрышты мына жерге мынаның ішіне орналастыру керек. Мынаның ішіне орналастыру керек. Міне. Мына жерге. Мына шеткі сызығынан жоғары қарай қанша миллиметр дейік? 20 мм жоғары дейік. Мына жағынан 20 мм алыс деп айтайық. Оны қалай орналастырамыз? Ол үшін бірінші қай жерге барады, сол жердің адресін анықтап аламыз. Адресін анықтап аламыз, белгіледік. Содан мына нүктені центрет былай қарай 10 мм, былай қарай 10 мм, болмаса 20 мм қалдырамыз дедік. Сондықтан мынаның адресін аламыз. Y нүктесінің адресін көшіріп аламыз. Ctrl S бастық. Енді мына деталды басамыз. Мына деталды мына нүктесі керек бізге. Ctrl S деп басамыз. Бастық. Міне тура келді. Енді мынаның Y нүктесін аламыз. Y нүктесін S деп бастық. Енді мынаның Y нүктесіне Ctrl V деп басып орнатамыз. Болмаса ставить десеңіз де болады. Міне применить басамыз. Келді. Енді былай қарай мына сызықпен былай қарай 20 мм дедік. 20 мм. Былай қарай 20 мм жоғары қарай. Сонда орналастырылды. Міне детал мен детал арасы 20 мм болды. Осылай осыны сынап көрсеңіз болады. Және тағы бір тақырып мынадай. Келесі кезең міне мына функциясы бар. Бұны айландыру керек сізге. Қараңыз, қосу таңбасын жазу үшін бізде тура осыны медпункттардың қосу медициналық қосумен белгіленеді ғой. Мысалы, қосу жазу үшін бізде мына жерге 90 деп жазып, Ctrl-да басып тұрып, применить бассақ, мына жерде Г сияқты әріп шығады. Міне, керісінше Г деген әріп шықты. Енді артқа шығайық, бізге қосу керек еді. Ол үшін бізде мынау центрда болу керек, мына жерде болу керек, тура ортасында. Сонда бізде қосу әрпі шығады. Мына жерге біз 90 деп жаздық. Ctrl-да басып тұрып, применить басамыз. Көрдіңіз ғой, пайда болды. Енді қалған бөлігін осылай қайшыны алып, мына жерді былай кесіп тастасақ болады. Міне, бізде қосу таңбасы шықты. Я болмаса, белгілі бір сызық, міне төртбұрыш сызық, 90 градустық. Мынау сызылмай қалды. Ол неліктен деп ойлайсыз? Ол мына жердің басылып тұрғанда себепті солай болды. Қазір ескейт басып артқа қайттым, басамыз, және былай кеттік. Мына жерде сіз түзу сызық сыза алмасаңыз, Ctrl-да басып тұрсаңыз болады. Міне, бастым. Енді қараңыз. Яғни өшірейін. Қазір бір түзу сызық сызайын. Сыздым. Міне. Енді осы сызықты 45 градусқа, болмаса 75 градусқа жылжытқымыз келсе, 75 дейміз да. Мысалы, мынаны центр етіп жылжыту керек болатын болса, мына көк нүктені мына жерге қоямыз. 75. Мені көрдіңіз бе? 75 градус көтерілді. Енді қараңыз. Мына жерде біз сызбақшымыз былай қарай. Мына екі бұрыштың арасы, мысалы. Мына жерде біз 45 градус деп жазып, ұзын қылып, мысалы, қояйық. Түзу сызық. Енді осыны 45 градусқа жатқызу керек. Яғни мынаны былай диагонал сызу керек бізге. Диагоналды былай сызсаңыздар да болады. Просто мен сіздерге мысал ретінде көрсетейін деп жатырмын. 45 деп бастып, мына жердегі мына функцияны көрсетемін қазір. Применить басамыз. Ары қарай кетті. Не істейміз енді? Мынаны ауыстырамыз. Бұл жерге 45 деп жаздық, применить басамыз. 45 кетті. Яғни 45 градус осы жерде. Мына диагонал басқа екен. Не сізде осылай өзгертуіңізге де болады. Көрдіңіз ғой? Я болмаса мына жерде диагонал жүргіземін десеңіз, сызықтың нүктеден нүктеге диагонал жүргізсеңіз болады. Көрдіңіз бе? Енді мына жерден мынаны кесіп тастасаңыз болады осылай. Міне. Жақсы, сіздерге түсінікті деп ойлаймын.